Қожа Насырдың қазаны кішкентай екен. Бір күні Қожа Насырға үлкен қазан керек болды. Сөйтіп ол байдың қазанын сұрайды. Бай қазанын бергісі келмейді. Қожа Насыр жалынып, байдың қазанын сұрап алады. Қазанды қайтып әкелгенде, ішіне өзінің кішкене қазанды салып әкеледі. Байға қазанды беріп жатып, Қожа Насыр: «Қазаныңыз бала туды, Байеке», дейді. Бай ойланбастан екі қазанды да алып алады. Біраз уақыт өткен соң Қожа Насыр байдың қазанын тағы сұрап келеді. Бұл жолы бай қазанын бірден береді. Содан бір күн өтеді, екі күн өтеді, қазан қайтпайды. Енді бай қазанын өзі іздеп Қожа Насырға келеді. «Ва, қожа, қазаным қайда?» дейді бай. «Қазаныңыз өліп қалды, Байеке», дейді Қожа Насыр. Бай ашуланып: «Ақымақ, не айтып отырсың? Қазан өлім екен, тез тауып бер», деп айқайлайды. «Туатым қазан өлі өтті», дейді Қожа Насыр. Бай сөзден жығылып, үйіне қазансыз қайтыпты.